технология немесе виртуалды шындық туралы не білеміз? Баласынан ерте айырылған америкалық аналар әлі күнге дейін перзентімен виртуалды шындық форматында сөйлесіп жүр. Адамзат өмір бойы іздеген уақыт кеңістігінде саяхаттауға мүмкіндік беретін машина осы ма? Виртуалды шындық өмір шындығының орнын басуы мүмкін бе? Мамандар қиялға бергісіз шынайы технологиялық шешімдер алыс болашақ емес, бүгінгі күн дейді. Бірінші пікір Virtual reality. Ағылшын тілінен виртуалды шындық деп аударылады. Яғни адамның көру, есту және сезім қабілеттеріне әсер ету арқылы берілетін жасанды кеңістік. VR технологияның пайда болу тарихы 1961 жылдан басталды. Filco Corporation компаниясы әскерилерге арналған HeadSight көзілдірігін ойлап тапты. Оны киген адам ешқайда бармай-ақ бұрын-соңды ешқашан болмаған елді мекенмен таныса алады деп жоспарланған. Виртуалды шындық адамзат тіршілігінде технологиялық шешім ретінде ғана емес, психологиялық құрал ретінде де кең қолданылып жатыр. Оның көмегімен болашаққа немесе өткен шаққа саяхаттауға мүмкіндік туды. Яғни адамзат өмір бойы іздеп келе жатқан уақыт машинасына бір табан жақын тұр. Екінші пікір. Қазақстанда VR технология сирек қолданылады. Виртуалды технологиялардың қолдану аясы жыл өткен сайын кеңейіп келеді. Қазіргі таңда VR, ғылым, оның ішінде медицина, ғарыш, биология, психология салаларында, инженерияда, туризм, ойын-сауық, киноиндустрия, әскери сала, құрылыс және театр өнерінде кеңінен қолданылып жатыр. Мамандар уақыт өте келе жасанды шындық араласпаған сала қалмайды деген болжам жасайды. VR технологияларға әлем бойынша сұраныс артып отырған бірден бір сала әскер. Қазақстанда да әлеуметтік нысандардың 3D моделін жасау арқылы терроризмге қарсы іс-қимылдар пысықталып жатыр. Сарапшылар VR 3D басылым мен көлемді скандал технологияларымен бірігіп, инженерлік дамудың жаңа дәуірін бастайды дейді. Виртуалды шындықпен жұмыс істейтін қондырғылардың саудасы 2017 жылы 11 миллиард долларға жетсе, 2021 жылы айналым 215 миллиард доллар болады деген болжам бар. Сұраныстың күрт өсуін ескерсе, болжамдар артығымен орындалуы әбден мүмкін. Үшінші пікір. VR технология психикаға әсер етеді. Виртуалды шындықтың бірден бір кемшілігі оның жасандылығы. Адам көзмен көргені өмірде жоқ екенін түсінгенде шынайы эмоция, риясыз қуаныш білдіруде екі талай. Бұның соңы адамдардың айналасында болып жатқан дүниелерге деген қызығушылығының басылуына алып келуі мүмкін дейді мамандар. VR технологияларына виртуалды әлемге саяхат жасауға мүмкіндік беретін мына қондырғылар жатады. Виртуалды шындық киімі, VR көзілдірік, қолғап, виртуалды шындық бөлмесі, мидың берген пәрмені мен дене мүшелерінің арасындағы сәйкессіздік жүйелі түрде қайталанып отырса, сананың шындықты қабылдауы өзгеріске ұшырауы мүмкін. Сондықтан әр нәрсенің мөлшерін білу керек дейді мамандар. Виртуалды шындықтың көбінесе ойын-сауықта қолданылуы VR тек ойынға жарамды технология деген пікір қалыптастырады. Алайда оның мүмкіндігі шексіз дейді мамандар. Әлемде VR соңғы 10 жылда ғана кең қолданыла бастағанын ескерсек, елімізде оның қолданылуын аз деп айтуға болмайды. Біреуден кем, біреумен тең, ал енді бір елдерден көш ілгері Қазақстан жасанды шындық технологиясын қолданып жатыр. Оның адам психикасына әсерін мамандар жоққа шығармайды. Сондықтан әр нәрсенің шегін білген жөн.